Сәлеметсіздер ме? Бүгін 55-ші сабақ тұрлаулы мүшелер тақырыбын өтетін боламыз. Тұрлаулы мүше дегеніміз құрамында бастауыш пен баяндауыш қатысқан сөйлем, яғни бұл тұрлаулы мүше деп аталады. Енді осы бойынша тапсырмалар орындайық. 17-ші тапсырма. 17-ші тапсырмада сөйлемдерді сызбамен сәйкестендіріп, қай сызба қай сөйлемге сәйкес келетінін түсіндіру қажет. Яғни біздің бірінші сөйлеміміз қарлығаштар ұшты. Қарлығаштар қайтты, яғни ұшты. Қайтты деген сұрақ қойылады. Одан кейін нелер ұшты? Қарлығаштар ұшты. Екінші сөйлеміміз жаңбыр жауды. Не қылды? Жаңбыр жауды. Не жауды? Жаңбыр жауды. Яғни бұл бізді жаңбыр жауды, қарлығаштар ұшты деген сөйлемдеріміз сөйлемнің тұрлаулы мүшелері болып саналады. Келесі 18-ші тапсырма. Мәтінді оқып, мәтінде қандай қала туралы айтылған және де қарамен жазылған сөйлемнің тұрлаулы мүшелерін анықтап, сызықшаның қойылу себебін түсіндіру қажет. Бұл мәтінде көне отырар қаласы туралы айтылған. Қарамен жазылған сөйлеміміз отырар, көне қала. Яғни бұл жерде бізде қала және отырар деген сөзіміз сөйлемнің тұрлаулы мүшесі қызметін атқарып тұр. Отырар сөйлемде бастауыш қызметін атқарып, не деген сұраққа жауап беріп тұр. Сол себепті бастауыш қызметін атқарып тұр. Қала деген сөз сөйлемнің соңында келгендіктен баяндауыштың қызметін атқарып тұр. Яғни бұл жердегі біздің тұрлаулы мүшелеріміз отырар және қала деген сөздер. Ал сызықшаның қойылу себебіне тоқталатын болсақ, бұл жерде бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықша. Сол себепті сызықша қойылып тұр. Келесі 19-ші тапсырма. Ребусты шешіп, қала сөзінен екі сөйлем құрап жазу қажет. Бұл жердегі 30 деген сөзден біз с әрпін алып тастаймыз. Сонда 30 деген сөз қалады. Бір деген сөзден б деген екі алдындағы екі әрпін алып тастаймыз. Сонда р деген әріп қалады. Сонда отырар, қала деген сөз шығады. Ал енді қала деген сөзбен сөйлем құрастыратын болсақ, бірінші сөйлеміміз қала өте әдемі. Бұл жерде бізде қала сөзі не деген сұраққа жауап беріп, бастауыш қызметін атқарып тұр. Ал енді екінші сөйлеміміз отырар ең көне қала. Бұл жердегі қала сөзіміз сөйлемнің соңында келгендіктен баяндауыштың қызметін атқарып тұр. Яғни бірінші сөйлемде қала сөзі бастауыш қызметін атқарса, екінші сөйлемде баяндауыш қызметін атқарып тұр. Келесі 20-ші тапсырмада сөйлемден тұрлаулы мүшелерді табу қажет. Бірінші сөйлем. Арман тәуелсіздік сарайына бармақшы. Бұл жерде бармақшы не істемекші? Кім бармақшы? Арман бармақшы. Екінші сөйлем. Апасы Түркістанда тұрады. Не істейді? Тұрады. Кім тұрады? Апасы тұрады. Ол таңертең Баянауылға соқты. Не істеді? Кім соқты? Ол соқты. Біз Астананы араладық. Не істедік? Араладық. Кім араладық? Біз араладық. Яғни бұл жердегі арман бармақшы, апасы тұрады, ол соқты, біз араладық сөйлемнің тұрлаулы мүшелері қызметін атқарып тұр.